Тәлімгерлік ұзақ уақытқа созылатын, тәлімгер мен тәлім арасында сенімді, жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас құру үдерісі. Мен Қалиолданова Айнұр Сағатайқызы, Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Еңбек өтілім 19 жыл, педагог зерттеуші. Биылғы 2021-2022 оқу жылынан бастап биология пәні мұғалімі, жас маман Ділдебай Гүлназ Бейсенханқызына тәлімгермін. Тәлімгерлік жас маманның педагог ретінде қалыптасуы мақсатында өзінің білімін, ойлауын, тәжірибелік іс амалдарының тиімділігін жеткізуде айтарлықтай қарқын алуына көмектеседі. Жас маманмен жұмыс жоспарының мақсаты жас маманның теориялық білім білігін практикамен ұштастырып, оның кәсіби шеберлігін шыңдауға ықпал етіп, сол орайда әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталады. Осыған сай міндеттеріміз жас маманға үздіксіз білім берудегі қажеттіліктеріне жақыннан жәрдем беру, яғни қиындық келтіретін мәселелерді шешу амалдарын көрсету, көмек көрсету және қолдауға бағытталды. Оқушылардың білім беру мен тәрбиелеуде жаңа әдіс-тәсілдерді қолдануына ықпал ету. Жас маманмен жұмыс жоспары 3 кезеңге бағытталды. Алғашқы бірінші кезең жас маман туралы мәлімет толтыру. Екінші кезең сауалнама алу. Үшінші кезең тәлімгерлік жоспарын құру. Оқу жылының басында жас маманның бастапқы қажеттіліктерін анықтау және әдістемелік жұмыстың түрін таңдау мақсатында сауалнама алынды. Осыған орай жас маман туралы мәлімет толтырылып, жас маманның қажеттілігіне қарай жұмыс жоспары құрылды. Тәлімгерліктегі басты ұстаным қызмет емес, қарым-қатынас болып табылады. Міне осыны негізге ала отырып, тәліппен арамызда сенімді қарым-қатынас орнаса деген мақсатты ұстандым. Бекітілген жоспар бойынша кәсіби даму мен психологиялық, педагогикалық сүйемелдеу бойынша жұмыстар жүргізіліп, ең алдымен нормативті құқықтық құжаттармен таныстырдым. Яғни күнтізбелік тақырыптық жоспарды құру, оқу бағдарламасы мен оқу мақсаттарын жүзеге асыру, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құру, тағы басқалар туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ күнделік кезет сайтында күнтізбелік тақырыптық жоспарды толтыру, журналды күнделікті жүргізу, қалыптастырушы баға қою, бөлімдік және 90-дық жиынтық бағаларды қойып, сынып журналын реттеу бойынша жас маманға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жас маманға тәлімгерлік ету барысында мен өзімнің білімім мен тәжірибемді бөлісемін және тәліптің оқу үдерісіне өзгеріс енгізуіне ықпал етемін. Өз еңбек жолында айтулы жетістіктерге жету мақсатында өзінің кәсіби дағдыларын дамытуға бағыттаймын. Жас маман 8-ші Б сыныбымен өткізген сабағына қысқа мерзімді сабақ жоспарын тәлімгермен бірлесе отырып құрып, оқу мақсатын жүзеге асыру мен тақырыпты меңгерту мақсатында бірнеше жаңа әдіс-тәсілдерді қолданды. Сынып оқушыларынан алынған кері байланыстың маңыздылығын ұғындырдым. Сол негізінде сынып оқушыларымен жұптық, топтық жұмыстарды тамаша ұйымдастыра білді. Оқушылар сабаққа өте белсенді қатысып, жеке топтық жұмыстар жүргізді. Сабаққа қатысқан мұғалімдер жас маманның сабағына оң көзқарасын білдіріп, шығармашылық табыстар тіледі. Жас маманның сабақтарына үнемі тиімді кері байланыс беріле отырып, сабақ кезеңдеріне сай әдістерді орынды қолдану мен сынып оқушыларының барлығын сабаққа тарту қажеттігін ескерттім. Сондай-ақ бөлім бойынша бағалау мен 90-дық жиынтық бағалауды дұрыс жүзеге асыруды қадағалап, сынып оқушыларының білім сапасына көңіл бөлуді түсіндірдім. Жас маман Гүлназ Бейсенханқызы тәлімгері Айнұр Қалиолданованың сабақтарына қатысып, оқушылармен жұмыс жасау, үй тапсырмасын сұрау, күнделікті қалыптастырушы бағалауды тиімді жүргізуді көріп, өзіне тәжірибе жинақтады. Жас маман Гүлназ Бейсенханқызы 5-ші А сыныбына сынып жетекшілік етеді. Соған байланысты тәрбие сағаттарын жүргізу, сынып оқушыларын қадағалау, сынып оқушыларының ата-аналарымен қарым-қатынас жасау жұмыстары түсіндірілді. Тәлімгер өз тәжірибесімен үнемі бөлісіп отырды. Сонымен қатар жас маман мектепшілік коучингтерге белсене қатысып, топтық жұмыстарда өзін өте белсенді көрсете алды. Өз ойын еркін айтып, педагогикалық көзқарасын таныта білді. Тәлімгер мен тәлім арасында қарым-қатынас мұғалімнің өзіне өзі көмектесуіне мүмкіндік алды.
Тәлімгерлік ету барысында мен өзімнің білімім мен іс тәжірибемен бөлісіп, тәліптің еңбек жолында айтулы жетістіктерге жету мақсатында өзінің кәсіби дағдыларын дамытып, оқушыларды функционалдық тұрғыдан ойлауға үйретуде әдістерді тиімді пайдалануына, сондай-ақ кәсіби білімнің жетілуіне үнемі қолдау көрсетемін деген сенімдемін. Тәлімгерлік ету үлкен жауапкершілікті іс. Жауапкершіліктің жүгі жеңіл емес екендігі ақиқат. Осы жауапкершілікті сезіне отырып, мен өзімнің осал болмауымды түсіндім. Сондықтан да тәлім алушымның жұмыстарын үнемі бақылап, бағыт-бағдар беріп отырамын.